Петропавл тұрғыны өңір жастары үшін тегін домбыра үйірмесін ашты. Облыстық филармониядағы 8 сері оркестрінің мүшесі Бәйімбет Құбайдолла 18 бен 30 жас аралығындағы азаматтар үшін аптасына 2 рет сабақ өткізіп, домбырада ойнауды үйретеді. Қазіргі уақытта жаңадан құрылған шабыт мектебіне 20-тан астам адам жазылыпты. Қосымша сабақ әйелдер мен ер азаматтар үшін жеке өткізіледі. Үйірмені ашудағы басты мақсат қазақтың ұлттық аспап домбыра мәртебесін көтеріп, жастар арасында насихаттау дейді Бәйімбет. Бастапқы нәтижелері жаман емес. Қазіргі уақытқа дейін бір 2 сабақ болып үлгерді, бірақ оқушыларымыздың ынтасы сабаққа деген сондай бір қарым-қатынас өте жақсы. Алда да бір жақсы нәтижелер күтеміз бе деген ойдамыз. Негізі мен бала кезден арманым домбыраға қатысу. Бізде ауылды жерде өскендіктен бізде мүмкіндік аз болды. Бірақ та әкемнің үйретуімен, бірақ нотасыз үйренген болатын. Және де осы хабарды естіп мен Бәйімбет ағайға жаздым. Және де ағай менің ниетімді қабыл алды. Сөйтіп мен осы жерге мүмкіндік алдым. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.